Сұлтанмахмұт Торайғыров аққан жұлдыздай жарқ еткен аз ғана ғұмырында артына өшпес мұра қалдырып үлгерген Алаштың ағиық ақындарының бірі. Жастай анадан жетім қалып тағдыр тауқыметін бір адамдай тартты. Төбесінен су тамған суық бөлмеде қалтырап отырса да, Алаштың болашағы қайтсе жарқын болады деп ойлаумен өтті. Қазақ әдебиетіне тұңғыш роман жанрын қалыптастырушылардың бірі Сұлтанмахмұт Торайғыровтың туындыларын әдебиеттанушылар Лермонтовпен көбірек салыстырады. Көтерген тақырыптары мен көзқарастары тұрғысынан да ұқсастық табатындар көп. Алайда Лермонтовтың өлеңдері жекелеген адамның мұң қайғысына арналса, Сұлтанмахмұт баршасына үн қатып, жалынмен шарпып отырады. Яғни Лермонтов шығармалары пессимизмге толы болса, қайсар ақын Сұлтанмахмұт жырларында оптимизмнің үні басым. Сұлтанмахмұт Торайғыров Абай мен Шәкәрімнің демократиялық жолын жалғаған ақын. Халықтың поэтикалық қуатымен тамырласып жатқан ақынның әдеби тілі соншалықты нәрлі, әрі өткір. Ақын өлеңдері қою эпитеттерден, сәтті теңеулерден тұрады. Мұның өзі ақынның халықтық поэтикадан қаншалықты қуат алғандығын көрсетеді. Көптеген әдебиет сыншылары Сұлтанмахмұт талантын Абайдан кейінгі ақындардың алды деп бағалаған. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың дарыны мен азаматтық лирикасы өзі туып өскен ортада қалыптасқан анық. Ақынның арғы бабалары да әйгілі би, аузы дуалы шешен, қазақ даласының белгілі тарихи тұлғалары болған. Ауылында шоқпыт атанған әкесі Әубәкір ұлының алғашқы хаттануына себеп болған адам. Оқу әрмен қарай ауыл молдасының тәрбиесін көрумен жалғасты. Молда Мұқан жас баланың талантын танып, өзгелерден еркін ұстап, білім мен тәлімді тәрбие беруге тырысқан. Баянауылдағы медреседен 2 жыл тәлім алған соң Сұлтанмахмұт Торайғыров Троицк қаласындағы мұсылман мектебінен білім алуға аттанады. Жаңа қала, жаңа орта жас ақынға айрықша әсер етті. Онда ол әлем әдебиетінің классикасымен етене танысты. Алайда тағдырдың күтпеген тауқыметіне тап болып, сырқат қысқан ақын ауылына қайтуға мәжбүр болады. Қайтып оралған соң жастардың сауатын ашуға кіріскен. Бірақ инедей қадалған кесел оны ауылға да тұрғызбады. Өзіне таныс, алғаш публицистикалық мақалалары жарық көрген Айқап журналына шығатын Троицк қаласына оралды. Ақын сонда да әуелі өзіне, сосын халқына берген сертінен тынбай оқумен, ізденумен болды. Қазақ үшін қажет деп тапқан жаңашыл ойларын баспасөз беттеріне жиі-жиі жариялай бастады. Өлеңдер мен мақалалардан бөлек қазақ әдебиетінің тұңғыш романдарының бірі Қамар сұлуды жазды. 1917 жылы ақпан төңкерісінен соң Сұлтанмахмұт Торайғыров Семейге қоныс аударды. Жанын қысқан сырқатын да ұмытып, халық тағдырын ойлаумен болды. Сол кезде Әлихан Бөкейханов бастаған бір топ қазақ зиялысы Алаш идеясын көтерген еді. Сұлтанмахмұт та осы жолды қазақтың жолы деп таныды. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болуды мұрат тұтқан ақын барша қазақты Алаш туасына жиналуға шақырды. Сол кезде жазылған Алаш ұран өлеңі қазіргі уақытқа дейін барша қазақтың көңілінде сайрап жүр. 1917 жылы Семейге Алаш көсемі Әлихан Бөкейханов келеді. Азаттық үшін күресіп жүрген ұлт көсемімен ақын сонда танысады. Ал Томск технологиялық институтының дайындық курсында білім алып жүрген кезінде Алашорда көсемінің бірі Әлімхан Ермековпен жақынырақ араласқан еді. Ақынның Томскідегі тағдыры да тым жадау болатын. Алайда соншалықты қыспаққа қарамай оқуын жалғастырумен болды. Ақынның төсекке таңылып, сырқат кезінде жазылған өлеңдерінің өзінде үміттің жалауы байқалып, оптимистік үн естіліп тұрды. Адасқан өмір мен кедей әлеуметтің шиеленіскен мәселелеріне арналған терең пікірлі реалистік поэмалар. Бұл туындылар Сұлтанмахмұттың ішкі жан тебіренісінің көрінісі. Яғни ол өзінің дүние, тұрмыс тіршілікте сезген түйгенін, көрген білгенін, алған әсерін өзінің ішкі әлемінен өткізіп, жан сыр етіп баяндайды. Ақын іштей торығып, көкейінде жүрген сұрақтарға жауап іздейді. Оның қайғысы заманнан жеруі құр қиялдан туған дүниелер емес, қазақ өмірінің шындығынан туған мәселелер еді. Тым болмаса 2 жыл тұрмадым, іштегіні түгел жарыққа шығара алмай кетіп барамын деп тағдыр кесіміне лажын таппай қынжылады. Сұлтанмахмұт шідерті ревкомының төрағасы бола жүріп, қуғынға ұшыраған алашордашылардың жағында болған. Өмірден ерте кеткен жас ақынның өмірі қыршын үзілмесе, бәлкім репрессия құрбандарының қатарын толықтыруы мүмкін еді. Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді. Ұзақ жылдар бойы ұлтшыл деп айыпсыз жаздырған теріс үкімет Торайғыров есіміне қанша кінәрат тақса да, халық жадында әйгілі ақын өз биігінде қалды. Ақын шығармаларын жинап жариялауда алғашқылардың бірі болып Бернияз Күлеевтің еңбегі саналады. Ғалымның күшімен 1922 жылы Қазан қаласында Адасқан өмір, 1933 жылы Қызылордада Сұлтанмахмұттың толық шығармалар жинағы жарық көреді.
публицист өмірінің тарихын жазған, шығармаларын 10 жыл бойы жинап теріп баспаға әзірлеген Жүсіпбек Аймауытовтың еңбегі айрықша екенін баса айту керек. Жүсіпбек болмаса Торайғыровтың толық жинағының шығуы, оның толық өмір тарихын білуіміз неғайбыл еді дейді ғалым Қайым Мұхамедханов. Ол ақынның атына жабысқан кінәрат тіпті 50-ші жылдардың орта тұсына дейін сейілмей келген. 1949 жылы ғалым Бейсенбай Кенжебаев Сұлтанмахмұттың ақындық шеберлік еңбегін жазып, Сұлтанмахмұт танудың негізін қалайды. 1964 жылы Қазақстанның халық жазушысы Дихан Әбілов Ақын арманы трилогиясының бірінші кітабын жазып бітіреді. Бүгінде Сұлтанмахмұт атымен байланыстырылған еліміздің ондаған қаласында әртүрлі атаулар бар. Өзі ғұмыр бойы аңсаған тәуелсіздігіне жеткен елі бүгінде Сұлтанмахмұт есімін асқақтатуда. Ол туралы жүздеген автор қалам тербеуде. Ал өзі туған өлкедегі ақынға деген құрмет тіптен бөлек. Мемлекеттік университет пен облыстық кітапхана, облыс орталығындағы Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті орналасқан үлкен көшелердің бірі Сұлтанмахмұт атымен аталады. Бұхар Жырау атындағы әдебиет музейінде Сұлтанмахмұт Торайғыровқа және жерлесіміз Дихан Әбіловке арналған толымды материалдары бар. Ең қуантарлығы ақынның өлеңдері бүгінде барша Қазақстан жастарының шексіз махаббатына ие болуда. 2017 жылы бір ел бір кітап акциясы аясында барша Қазақстан халқы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың кітабын оқыды. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам деген ол қарапайым халықтың мұң-зарын жоқтаушысы ғана емес, бүкіл ұлттың рухани әлемдегі ой қазынасының шамшырағы, ұлт бірлігі мен тұтастығының жалынды жаршысы болды. Арманшыл ақынның мәңгілік өлмес мұрасы, сан қырлы айшықты таланты халқымыздың өзін өзі тану үрдісіндегі тәрбие мектебіне айналмақ.